Уран уранның 92-235 ол бір ядросы ыдырағанда 200 меф энергия бөлінеді. Атомдық мұзжарғыш тәулігіне 200 грамм уран жұмсайды. Уранның осы массасына меншікті жану жылуы 4,5 көбейту оның 7 жол килограмм отынның сәйкес келетін мөлшері. Сонымен бұл жерде пропорция құрады ғой. Сонда осы массасына меншікті жану жылуы уранның осы массасына меншікті жану жылуы осындай килограмм отынның келетін сәйкес мөлшері дейді. Сонда біз былай істейміз. 200 грамм уран 200 грамм уран бізде мына формула керек. Q тең QM. Уранның осы массасына сәйкес мөлшері дейді. Бізге массаны табу керек. Бізде мына Q 4,5 көбейту 10-ның 4,5 көбейту 10-ның 7 дәрежесі болса, отынның массасы, ол бізге энергияны береді. Яғни осынша энергияны бере алу керек. Демек біз уранның энергиясын табамыз қазір. Енді уранның энергиясын осында қоямыз да массаны табамыз. Бізге массаны табу керек. Уранның бір ядросы дейді. Демек, бір атомында бір ядро болады. Демек, біз мына форманы қолданамыз. N тең нью көбейту N авогадро. Ол деген М бөлу М N авогадро. Сонда 200 грамм уранда неше атом бар екен, яғни неше ядро бар екен тауып аламыз. 200 граммды жазамын. 200 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Малярлық масса 235 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Көбейту N авогадро 6,2 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. Міне мынау қысқарады. Содан бізде 200-ді көбейтемін 6,2-ге. Соны бөлем 235-ке. Сонда 5,1 болады. 5,1 көбейту 10-ның 23 дәрежесі. 200 грамм уранда осыншама атом бар. Сонда бір ядросы мынша берсе, демек 5,1 көбейту 10-ның 23 дәрежесі, содан осынша есе артық береді ғой, бір ядросы 200 меф берсе. Осыны 200 мефқа көбейтемін. Мега деген 10-ның 6 дәрежесі, электрон вольт деген 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. Осыны есептесек, 10-ның минус 19 дәрежесіне 23-ті 4 қылады. Мынау 5,1-ді көбейтемін 200-ге. 1020 болады. 1020 болады. Соны көбейтемін 1,6-ға. 1632 болады. 1632 көбейту 10-ның 10 дәрежесі. 4-ке 6-ны қоссам 10-ның 10 дәрежесі джоуль болады. Осы мінекей мына жерге тең болады. Сонда массаны табу үшін 1632 көбейту 10-ның 10 дәрежесін бөлеміз 4,5 көбейту 10-ның 7 дәрежесіне. Мына жер 3 болады. 1632-ні бөлем 4,5-ға тең 362, жоқтап 363 болады. 363 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Килограмм, ол бізде 363 тонна болады. А жауап дұрыс болады. Осылай шығатын есеп.